Қайырлы күн баршаңызға. Мынау менің кастрюльдерім. Бұл кастрюльдер неге бұндай болып кетті деп сұрамаңыздар. Мен де өзім де білмеймін, не себепте бұндай болып кеткендері. Негізі іштері таза. Өзім 2 жыл қатты ауырып, кастрюльдерге қарайтындай болмай қалдым. Бірақ осылай сырты іші ғана жуылады екен да, сырты жуылмай қалып кеткен ғой. Сол қазір мен сіздермен осы кастрюльдердің сыртын тап-таза ғып бірге жуатын боламын. Қалай тазалау керектігін мен сіздерге көрсетемін. Бізге осындай сат компаниясының өнімі қажет болады. Қолдарыңызға міндетті түрде перчатка киіп алыңыздар, яғни қолғап киіп алыңыздар, қолдарыңызға тимес үшін. Штативім жоқ, штативім қайда кеткен таппадым, көп болды пайдаланбаған. Сол себептен бір қолыма ұстап, бір қолыммен осылай шашып көрсететін боламын. Осылай шашып шығамыз бәріне. Тазалаған кезде міндетті түрде қолғап киіп алыңыздар, себебі қолдарыңыз жарылып кетуі мүмкін. Осылай бәріне шашып шығатын боламыз. Қазір мен екінші қолыммен дұрыстап шашып, оң қолыммен шашып көрсетемін. Не дегенсіздер, кастрюльді осылай шашып шығамыз жақсылап. И қалдырып қоямыз. Кішкене бір 10 минуттай қалдырып қойыңыздар. Сол кезде кірі өзі ағып, еріп кетеді ғой, мынаның бәрін қазір көресіздер. Реакцияға түседі. И сенен біртіндеп еріп, мына кірінің бәрі кетеді. Негізі видео түсірмес бұрын осыны жуып көрдім. Тура осы сияқты мында қап-қара болған ғой, мына кастрюльде. Осылай жылтырап шықты ғой. Бұл кастрюльдерге уже 13 жыл болған. Мен ойлағам, негізі тастап, жаңасын алам ғой деймін депші. Особенно осы кішкентай қатты жаман болып кеткен ғой. Бір жағы балқып, мынандай пластмассасы түсіп қалған ғой даже. Жоқ, прям жылтырап шықты ғой тура. Ноп-ноп жылтырап кетті ғой тура. Не мынандай көбіктеніп шығып жатыр. Қазір осы кірінің бәрі ағады ғой. Көрдіңіздер ме? Қалай кетіп отыр кірі. Және қап-қара болған. Осылай. Құр сүртіп аласыздар болды. Кішкене ысырып жіберсеңіздер болады. Если до конца кірі кетпей қалса, мынаны бір жүріп, тағы сепсеңіздер, вообще жылтырайды. Қараңыздаршы, кастрюля прям жаңа дақтың бәрі кетті. Алейкум салям. Жаңа сеуіп қойғандарым ғой. Мынау. Жаңаға нем ғой. Қараңызшы, губкама қандай кір болып шықты. Жақсылап. Өстіп естеңіздер кетіп қалады. И қарайып қалған жерлері, мысалы, сүрткеннен кетпесе, тағы да сепсеңіздер, потом уже кетеді. Не, мынауда ағып жатыр, былай кірі болып. Осылай. Кірі езілетті. Сенен қалғандарын үстінен тағы да сепсеңіз, одан уже кетеді жақсылап. Тура мынау сияқты болып жылтырап шығады. Өстіп губканың мынандай қаттырақ жағы бар ғой. Сонымен жақсылап езесіздер. Езіп, сенен кеткен соң, кішкене тағы да қалып қалса, тағы да сеуіп, бір 10 минутқа қойып қойсаңыздар, жу полный кетеді. Полный осындай тап-таза болып шығады. Кастрюльдер тазарды, жылтырап. Бұдан да тағы да аппақ қып жылтыратқыларыңыз келсе, тағы да бір сепсеңіздер болады. Мен ойлаймын, осы пока жетеді маған деп.